Сіз де Айданаға қарап отырдыңыз ба? Жоқ, қарап көзім шалып кетті. Жандос ортада. Мен мына біздің енді екінші кездесуіміз ғой осы жерде. Бірден алдында сыйлығы болды ғой, бұл кісінің маған деген құрметі болды, қырғыз елінен дегендей. Иә. Енді мен өз атынан, Қазақстанның атынан жалпы осы кісінің қазір өзіміздің ұлттық киімімізде отса екен деймін. Сол себепті өзім кидіріп. Әрине өзіңіз кигізіп берсеңіз де болады. Жарайсыз. Ой, әдемі екен кәжекейіңіз. Жарайсыз, Аблайхан. Жарасып кетті сізге. Жайғасыңыз. Ал енді таныстық туралы айтсақ болатын сияқты. Сәл наурыз сияқты болып кетті, міне жарас. Сіз өзіңіз де шапан киіп келіпсіз ғой, біліп алдын ала. Ой, жарайсыз, әдем болып тұрсыздар. Бұл жерде бұл кісінің де айтқаны бар, көресіздер, Абылайды өзгертем дегендей. Сол себепті өзім де бүгін кішкене өзгеріп, бірге қосылып, шапанымды киіп, сөйтіп өзімнің бұл қызға деген өзімнің бір құрметімді, жалпы бір серьезный ойым бар екенін көрсетіп отырмын. Қандай қыз екенін айтыңызшы Ақмарал жайлы. Ақмарал енді бізде жаманнан бастайын ба, жақсысынан бастайын ба? Ақмарал қандай екен деген сұраққа жақсыдан бастайтын шығарсыз енді. Мен кішігірім енді арамызда болған нәрсені айтып берейін. Негізінде барлығы жақсы бізде. Бәрі әдемі, барлығы жақсы. Бұл кісіге де ризамын. Бірақ қыздың назы бар, еркелігі бар дегендей. Бұл кісімен енді қызық жайт, просто арамызда бір. Мүмкін өзі айтып берсін, сол жайтты. Қайсысы екенін біле ма? Бірден ескеніміз бар енді. Алматыға келгенден бері Аблай тек көмек беріп жатыр. Квартира да тап берді. Сосын көмектесіп, ертесі күні біз сим-картаға алуға бардық. Сонда мен бір түрлі болып қалдым. Сим-карта алуға барған кезде временный сим-карта таңдай салса деп айтатын бар. Сосын мен ойлап қалдым. Мен сонда мен уақытынша үміткер болып қаламын ба сонда? Әрине. Осыншалықты Қырғызстандан келіп, осынша әрекеттерді жасап, мен де келіп отырмын. Меніңше Перизаттың өткен эфирде сөйлегенде шындық бар сияқты деп ойлаймын. Қызық екен енді. Негізі неге бұлай күдік туындады? Сіздің өткен жолы эфирде болған кезде сіз өзіңізге сенімді барлығын айтып жатқан едіңіз. Қазір басқаша сияқты. Әлде бір нәрсе естідіңіз бе? Иә, да, бір себебі бар. Мен барласқан кезде, инстаграмға сторис салатын кезде үнемі Ақерке деп айтып алатыны бар. Сосын мен айтамын, мен есімім Ақмарал деп. Сонда менде бұлай сұрақ туылды. Ақерке менің ортасында не бар деген сұрақ. Сіз қай Ақеркені айтып жүрсіз? Қай Ақеркені айтып отырсыз негізінде? Сіз өз ойыңыз. Жоқ, сіз қайсысын айтып отырсыз? Атымды шатастырып. Мен просто бұл кісіні енді таныстық қой енді. Сен менің қай қызымды айтып отырсың деген сияқты болды ғой сіздікі. Бұл жерде енді алдында Ринат ағамыз осы жердегі басқа Ақеркені айтып жатқан еді. Енді бұл кісі ойы мына жердегі... Жоқ, сіз кіммен шатастырып жүрсіз? Соны айтсаңыз. Мен бұл кісімен енді танысқаннан кейін осы жердегі өзіміз араласып жүрген өзім досым Ақерке мысалы постоянно айтатын ат. Екеуіңіз жақсы араласты. Иә, негізі бұлайынша доспыз ғой. Балауса ханым, мына айтып жіберейінші. Бұл Абылайдың негізі кім, есіміңіз кім еді сіздің? Ақмарал. Ақмарал. Просто сен Қырғызстаннан туып Қырғызстаннан келіп өтсің ғой. Бірақ сенің үмітің негізі ақталмайды. Өйткені Абылайдың андай әдеті бар. Трассының мойнында киятады, машинаны қойып тастайды да, бір қыз көріп қалды ма, машинаны сөндірместен қояды да, жолдың арғы бетіне жүгіріп өтіп, сол қыздармен танысатын әдеті бар. Балауса ханым, оның бәрі менде бар негізі. Мен Абылайға солай айтқанмын. Абылай, сен мына әдетіңді қоймасаң, бір күн жобадан да кетесің деп. Қойыңызшы, қазір заманда осылай танысатындар бар ма? Машинаны тоқтатып жүгіріп өтіп келеді трассаның арғы бетіне, Балауса ханым. Просто мен ойлаймын, осы Қырғызстаннан келіп тұрған қыздың үміті ақталмай қала ма деп. Еще қаншама неден келіп тұр. Енді мына жерде Ақмарал жаман ойлап қалмасын. Біз бұл жерде менің туған күніме баратқан кезде біз ресторан іздеп жүрдік негізінде. Сол кезде біз машинаны қойдық та
арғы бетке бір ресторанмен сөйлесіп келуге кеткенбіз негізінде. Сол кезде кіріп шықтық, шыққан кезімізде біреулер бізге сіздер жаңа осы жобадағы адамдар емессіздер ме деп тоқтап қойған. Сол моментті бұл кісі өздеріңіз білесіздер ғой. Балауса ханым, мен мына түсіндіріп айтып жіберейін. Ол жерде Гала, мен Тимур болдық. Сен маған кеттік, мен бармаймын дедім. Галаны бармай тұрған Галаны ертіп кеттің. Еще Тимур видео түсіріп отырып, Тимурға Тимур көрдің ба, бармағым жақсы болды. Ана екеуі қара, ана екі қызды алып шығады деп. Екі қызды алып шығып, сол жерде танысыңдар. Дұрыс па? Сен неге өтік айтып отырсың өйтіп? Сіздің қасыңызда кім болды дедіңіз? Тимур болды, Ғалымжан болды. Мен еще Тимурда видеоға түсіп алған. Мен ұйықтап жатырмын, ештеңе білмеймін деп Тимур. Тимур? Иә, ол жерде мен болдым. Жаңағыдай нәрсе болды ол кезде. Ғалымжанмен Абылай шығып кеткен болатын. Негізі тамақ алуға ма бір бөлек шығып кетті. Сол моментте бұлар қыздармен танысып қалғаны бар. Танысқан кезде қалай ол нәрсе? Андай бір қызбен танысу мақсатында емес, қыздар маған Абылайдың айтқаны бойынша солай. Қыздар просто сыртта танып қалды. Ғалымжан екеуі болғаннан кейін суретке түсуге ұсыныс жасады деді. Сол кезде Ринат телефон алып жүгіріп барған болатын. Ол кезде мен болдым қастарында. Бірақ көліктен түсіп көшеде қызды көріп қалып танысуға жүгіру емес қой ол. Балауса мен мына жерде түсінбей отырмын да, Тимур. Ринат қойдыршы. Таш бір минут. Балауса ханым, ол видеоның бәрі менде бар негізі. Жоқ, бола берсін. Жіберіп қойған видео бар. Маған көрсеттің де ғой. Мына жерде біз мен туған күнім күні ғой, дұрыс па? Біз сол күні ресторан іздеп жүрдік. Біз білесіздер, біз кеш бардық ресторанға. Бір жерге тоқтадық та, мына ресторан, сол рестораннан өтіп кетіп жатты да қайта-қайта. Ыңғайсыз жерге тоқтадық та, енді андай тырнақтың астынан кіріз деп жатыр ғой бұл кісі енді. Балауса ханым, Ғалымжан екеуміз жолдың ары бетіне өттік те, ресторан жаққа қарай бардық та, қайтып келдік просто. Болды. Сол кезде Ринат біз жақ артымыздан аңдып, көргенде алыстан. Артымыздан аңдып келіп, капюшонын киіп алып бүйтіп, и видеоға түсіріп келе жатыр да. Енді ода тұрған ешнәрсе Жақсы, Ғалымжан солай болды ма, жоқ па? Ол Өтініш нақты сұрақ қойылған негізі нәрсеге жаңа байланысты караоке айтыңыздар. іздеп жүрдік қой сол жерде біз. Бір жаймен кім машинада қалып кеткен, машинада түсіп кеттік біз. Анау сұрастыру үшін караокені. Сол кезде біз кетіп бара жатқан кезде жаңа екі қыз келіп қалды бізге қарай. И мен шетте тұрдым, Абылайға бірдеңе айтып отқан сол кезде. Может жаңа суретке түсейік та телефон көрсетіп отқан. Біз осындай проект отырдық, иә деп деген сияқты қосылайық көрсетіп отқан. Сол сәтте артыма қараған кезде уже бір жай бүйтіп келе жатқан. Как будто ұратын адам сияқты. Болды ма, болған жоқ па? Танысу былай болған жоқ, бірақ телефонды алып көрсетті. Иә, біз осындай қосылайық деген бағдарлы отырамыз. Міне деп көрсетіп отқан көрдім мен. Яғни ол қыздар сіздерді танып қалды. Иә. Болашаған андай нәрсе ғой енді, жалпы адамзат баласына негізі 5 түне өтте бір жаман нәрсе да, негізі оның арасына өсек, өтірік, мақтаншақ, еріншек, бекер, мал шашпақ деп Абай атамыздың өзі айтып кеткен. Соның арасындағы ең бір арсызы ол өсек. Бұрындар енді ата-бабаларымыз айтып жататын еді ғой, жеңгем білді дегенше